Ертегі Қарақат пен қорқыныш. Бір ауылда Қарақат есімді кішкентай қыз өмір сүріпті. Қарақат өте мейірімді, қиялшыл, бірақ кейде қараңғыдан, дауылдан немесе түсініксіз дыбыстардан қорқатын. Бір күні түнде Қарақат төсегінде жатып, бөлме іші үнсіз болып қалған кезде жүрегі лүпілдеп соға бастады. Қараңғы бұрыштан жұмсақ бір дауыс естілді. «Сәлем, Қарақат. Мен қорқынышпын». Қарақат қорқып, «Сен мені неге мазалайсың?» деп сыбырлады. Қорқыныш жұмсақ үнмен жауап берді. «Мен сені ренжіту үшін емес, қорғау үшін келемін. Сенің жүрегіңде орын алып, әрдайым сақ бол деп ескерткім келеді. Бірақ сен қауіпсіз жердесің. Ешкім сені ренжітпейді. Сондықтан мен демалсам да болады». Қарақат таңырқап, «Яғни сен менің жауым емессің бе?» «Жоқ, мен сенің ішкі дауысыңмын. Егер сен маған күлімдеп қарап, мен қорықпаймын, мен қауіпсіз жердемін десең, мен кішірейіп, ұйықтап қаламын». Қарақат көзін жұмып, терең тыныс алды. «Мен қорықпаймын. Мен анам мен әкемнің жанындамын. Барлығы жақсы». Сол сәтте бөлмеде тыныштық орнап, қорқыныш жұмсақ ұйқыға кетті. Ал Қарақат жылы жымиып, тәтті ұйқыға шомиды. Содан бері Қарақат әрдайым қорыққанда өзіне, «Менің қасымда қорқыныш бар. Ол мені қорғап жүр, бірақ мен қауіпсіз жердемін» деп қайталап отыратын болды. Ертегінің соңы.